Тәуелсіздік тұғырына қонған 30 жыл ішінде денсаулық сақтау саласында көптеген реформа жасалып, ауқымды жұмыстар атқарылды. Жасыратын жоқ, егемендік алған алғашқы жылдарда елде маман тапшылығы мен техника жетіспеушілігі басты проблема болған рас. Тығырықтан шығу үшін 1991 жылы жоғарғы кеңестің 7-ші сессиясында Қазақстанның тарихында тұңғыш рет халықтың денсаулығын сақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданады. Ал сол жылғы есеп бойынша Қазақстанда 66 мың дәрігер, 198 мың орта буын медициналық қызметкері мен 1805 аурухана болыпты. Ал қазір В настоящее время в республике... Статистикалық деректерге сәйкес, қазіргі уақытта республикада 7725 денсаулық сақтау ұйымы бар. Ал 1991 жылдан бастап 2020 жылға дейінгі кезеңде 1827 денсаулық сақтау объектісі салынған. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында тағы да 469 амбулаториялық емханалық объектілерді салу және ашу, тозған және авариялық нысандардың орнына 41 стационар салу жоспарланған. Сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесіне білікті мамандар тарту бойынша медициналық жоғары оқу орындарында түлектер дайындау мәселесі де қарқынды түрде қолға алынады. Нәтижесінде республикалық және аймақтық деңгейде медицина кадрларының жетіспеушілігі 34% азаяды. Ал 2002-2015 жылдары денсаулық сақтау саласының 330 мыңнан астам маманы біліктілік арттыру мен қайта даярлау курстарынан өтсе, 2600 адам шетелде білім алыпты. Бүгінде Қазақстан бойынша барлығы 261 мыңнан аса медициналық қызметкерлер қызмет етеді. Оның ішінде 76 мыңнан асасы дәрігерлер болса, 185 мыңы орта буынды медициналық қызметкерлер. Сонымен қатар медициналық жоғарғы оқу орындарын айтатын болсақ, бүгінде Қазақстан бойынша 5 мемлекеттік, 4 мемлекеттік емес, 7 көп салалы жоғарғы оқу орындарының құрамына кіретін факультеттер бар. Және де орта буын медициналық қызметкерлерді даярлайтын 91 колледж бар. Қазақстандықтар бұрын күрделі ота жасату үшін шетелге баратын еді. Ал қазір еліміздің денсаулық сақтау саласы әлемнің көшбасшы медициналық орталықтарымен бәсекеге түсуге қауқарлы боларлықтай деңгейге жетті. Айталық, заманауи технологиялар мен білікті мамандарды қажет ететін күрделі операциялардың өзін өз елімізде жасай алатын деңгейге жеттік. Тіпті алыс жақын шетелден келіп, Қазақстанда емделетін адамдарда жоқ емес. 2004 жылдың 7 сәуірі жүрек қан тамырлары ауруын емдеуге түбегейлі бетбұрыс жасаған күн ретінде есте қалды. Міне сол уақыттан бастап Қазақстанда жүрекке жылына 30 мыңға жуық операция жасалатын болды. Жалпы трансплантация жасау тәуелсіздік жылдарындағы отандық медицинаның қолы жеткен жаңа мүмкіндіктердің бірін айналды деуге болады. 2008 жылы ұлттық нейрохирургия орталығы ашылды. Бұл 160 төсекке арналған, тек қана нейрохирургия саласындағы аурулар емдейтін 6 бөлімі бар орталық болды. Бұның жаңашылығы бұрын Қазақстанда болмаған жаңа салаларды біз осы жерде аштық. Бұл біріншіден микронейрохирургия саласы, эндоскопиялық нейрохирургия саласы, эндоваскулярлық нейрохирургия саласы, жұлын омыртқаға жасайтын реконструктивтік операциялар, мидың ісігіне жасайтын үлкен терең жатқан навигациялық системаларды қолданылатын операциялар, бұл эпилепсияның хирургиялық жолмен емдейтін операциясы және де функционалдық аурулардың хирургиялық жолдамасы болды. Осы 10 жылдың ішінде біздің осы орталықта 70-тен астам жаңа технологияларды осы өзіміздің тәжірибемізге кіргізіппіз. Бұл жаңа операциялар, бұрын елде болмаған, бұрын орталық Азияда болмаған операциялар. Осы 10 жылда 53 мың науқасты осы жерде емдеппіз, соның 35 мың операция жасалған екен. Сонымен қатар 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі де осы салаға тың серпін берді. Себебі ол Қазақстанның барлық сақтандырылған азаматтарына, жынысына, жасына, әлеуметтік мәртебесіне, тұрғылықты жеріне, табысына қарамастан тең дәрежедегі медициналық және дәрілік көмекті қамтамасыз ете алды. Тағы бір қуантарлығы, фармацевтика нарығында отандық өндірушілер үлесі 39%-ға жеткен. Тіпті бізден шыққан дәрі-дәрмектер Ресей, Қырғызстан секілді мемлекеттерге де экспортталады. Бұдан бөлек дәрігерлердің орташа жалақысы 2023 жылға қарай 561 мың теңгеге дейін өспек. Сөйтіп, отандық медицинаны дамыту арқылы 2025 жылға қарай Қазақстан халқының өмір сүру ұзақтығын 75 жасқа дейін ұлғайту көзделген.
Ұлт саулығы баянды болашақтың бақытты өмірдің кілті. Сондықтан денсаулық сақтау саласын үнемі дамытып отыру қашанда маңызды. Бұл тұрғыда еліміздің барлық аумағын сапалы әрі қолжетімді медициналық қызметпен қамту жұмыстарының үнемі жүргізіліп отыратындығы қуантады. Және бұл процесс алдағы уақытта да жалғасын таба береді. Жақындарымызға жанашыр болайық.